Сәлем қымбатты көрермен, есімім Нұрсұлтан Алғабұлы, мерекелік кештердің жүргізушісі кәсіби асаба. Мен бұл YouTube арнада өзімнің той саласындағы 7 жылдық тәжірибеммен бөлісетін боламын. Менің YouTube арнама қош келдіңіз. Той иелері тойды ұйымдастыру барысында көптеген қателіктерге жол береді. Бұл қателіктер той иесінің қалтасына әсер етеді және де тойдың сапасына әсер етеді. Осы қателіктерді болдырмау мақсатында мен өз тәжірибемді сіздермен бөлісе келе жақсы ниетпенен тойыңыздың дұрыс өтуіне үлесімді қосу үшін YouTube арнаны аштым. Сонымен бүгінгі біздің бірінші видео тойды қалай ұйымдастырудағы 10 қадам. Сонымен бірінші қадам той ұйымдастыру той күнін белгілеуден басталынады. Әдетте той күні тойдан 2 немесе 3 ай бұрын белгіленеді. Той күні қай күні белгілейтініңіз ол сіздің бюджетіңізге әсер ететінін айта кетейін. Себебі жұма, сенбі, жексенбі күндері той ұйымдастыратын болсаңыз, онда сіздің бюджетіңіз шамамен 10%-ға артады. Бұл күндері ресторандардың бағасы қымбат болады, тамадалардың бағасы қымбат болады, шоу программада тіпті базардағы продукттың бағасы да апта соңында қымбат болады. Ал егер де апта ішінде жасайтын болсаңыз тойыңызды, онда экономикалық жағынан сізге тиімді болады. Той ұйымдастырудағы екінші қадам ол тамада таңдау. Тамада таңдамас бұрын алдымен өзіңіз шешіп алыңыз, сіздің тойыңызды кім ұйымдастырады? Өзіңіз бе, әлде ивент агентство ма? Егер де ивент агентство ұйымдастыратын болатын болса, олар тойыңызды басынан аяғына дейін өздері толықтай атқарып береді. Бірақ та тойдың бюджетінен 15% олардың қызмет ақысы. Осыны ұмытпаңыз. Ал егер де тойыңызды өзіңіз ұйымдастыратын болсаңыз, онда тамада іздеуден бастағаныңыз дұрыс болады. Өйткені тамада тойдың бұл саланың эксперті. Алдағы уақытта да қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, тамадаға қоңырау шалып, толықтай өзіңіз сұрақтарыңызға жауап алсаңыз болады. Енді тамаданы қалай дұрыс таңдау керек дейтін мәселеге алдымен өзіңіз шешіп алуыңыз керек. Сіздің қонақтарыңыз кім болады? Сол қонақтарға байланысты тамаданы таңдайсыз. Мысал ретінде, егер де сіздің қонақтарыңыз жаңағыдай қалталы адамдар болатын болса, онда олар артық әзіл қалжыңды ұнатпайды. Сондықтан да сіз жаңағыдай өзінің ұстамды түрде жүргізетін, конференция ретінде жүргізетін бір тамада таңдайсыз. Ал егер де орыс тілді қонақтар болатын болса, онда орыс тіліне толықтай меңгерген, қазақ тағы да орыс тілде толықтай сөйлейтін тамаданы таңдайсыз. Ал егер де қарапайым адамдар болатын болса, онда өзінің жаңағыдай қарапайым адамдарға өтімді тамада таңдайсыз. Ал тамада таңдау деген негізі өте қиын мәселе. Мен ол туралы алдағы уақытта тамаданы қалай дұрыс таңдау керек деген видео дайындаймын. Сол кезде толықтай айтып кететін боламын. Сонымен бұл екінші қадам. Үшінші қадам ресторан таңдау. Ресторан таңдау кезінде көптеген нюанстар бар. Оның тамағы дәмді болу керек, сервис жақсы болу керек, ортада колонна болмау керек, дизайн әдемі болу керек, парковкасы үлкен болу керек деген сияқты көптеген нюанстар бар. Осы нюанстарды сіздер тамадамен алғаш рет кездескен кезде, осы сіздің параметрларыңызға сай, тамада сізге 8 немесе 10 ресторан айту керек. Сол айтылған ресторанда әрқайсысын біртіндеп қарап шығыңыз, ішінен ұнаған 3 ресторанды алып, сол 3 ресторанға сол ресторанда той болып жатқан кезде барып, көріп, көз жеткізіп, арасынан ең ұнаған бір ресторанды таңдаңыз. Төртінші қадам тойға шақыру. Алдымен тойға шақырылатын қонақтардың тізімін толықтай жазып шығыңыз. Сол жерде кім баласымен келеді, кім жұбайымен келеді, толықтай көрсетіп алыңыз. Сосын барып тойға шақырылатын хатты немесе видеоны жолдаңыз. Сосын барып ол кісілерден міндетті түрде біліп алыңыз, кім келеді, кім келмейді. Ал тойға 2 апта қалған кезде келетін қонақтарға қоңырау шалып, тағы да бір рет анықтап алыңыз, ол кісілер келе ме, әлде жоқ па тойыңызға. Оның себебі бар. Біз қазақтарда бір ұят деген мәселе бар, бірақ та ұятта тұрған ештеңе жоқ, өйткені бұның бәрі сіздің қалтаңызға әсер етеді. Мысал ретінде Алматы қаласында биыл болған бір тойды айта кетейін. Той иелері бүкіл ағайын туыс бауырларын тойға шақырған, тізім жасамаған, кім келеді деп анықтап алмаған. Ол тойға олар 150 адамға дастархан жайған, бірақ та іс жүзінде тойға 300 адам келді. Қалған адамдарға орын болмағандықтан той иелеріне 150 қонақ ағайын туыс бауырлары ренжіп кетіп қалды. Осындай мәселе болмау үшін сондықтан да бәрі тиянақты жасалу керек. Бесінші қадам жастардың дайындығы. Той күні белгілеген сәттен бастап жастар өзінің дайындығын бастауға кірісе беру керек. Себебі жастар ғой, әсіресе қыз балалары өз тойыны ұзақ күткендіктен олар ұзақ дайындалады.
көп таңдау жасайды. Мысал ретінде үйлену тойдың киімі керек, ұзатудың көйлегі керек, стилисті бар, макияжы бар, прическасын ұзақ таңдағандықтан олар дайындықты ерте бастап кеткендері дұрыс. Сосын барып мен өз атымнан екі мәселені айтқым келіп отыр. Қыздар, мүмкін болатын болса, той күні киетін көйлектеріңізді сатып алмай, жай ғана арендаға алғандарыңыз дұрыс болады. Себебі ол көйлектің бағасы удай, мысал ретінде орташа есеппен $1000 сол көйлекті алатын болсаңыз, бір-ақ күн киесіздер, сосын ол үйде жатады, оны ешкім алмайды да. Артық шығынның қажеті жоқ тойға. Сосын барып, екінші мәселе, той ұйымдастыруға жастарды мүмкіншілігі барынша араластырмаңыздар. Өйткені олар той барысында төрде отырады. Сіздерге ешқандай көмегін бере алмайды. Ал араластыратын болсаңыздар, онда тойға 1-2 күн қалған кезде ол жігіттің, қыздың толықтай жұмысын басқа бір кісіге тапсырсаңыздар, той керемет өтеді. 6-шы қадам құдалықты ұйымдастыру. Құдалықты ұйымдастыру барысында шашылмауға тырысыңыздар, себебі сіздің құдаларыңыз құдалыққа тек қана сіздермен танысу үшін келеді. Әр жердің салты басқа, иттері қарағасқа дейді. Егер де сіздің құдаларыңыз басқа өңірдің адамдары болатын болса, онда екі жақ келісілген халде ортақ бір дәстүрді шығарғандарыңыз дұрыс болады. Өйткені мысалы жаңағыдай тоғыздық, кит көрсету, қоржын көрсету дейтін көптеген дәстүрлер бар. Оның бәрі ортақ жасалғаны дұрыс болады. Сосын барып құдалыққа шоу программа мен шашылудың қажеті жоқ, тек қана бір жақсы бір тамаданы таңдасаңыздар, соның өзі жеткілікті. Тағы бір мәселені айта кетейін, құдалықтың күнін той күніне қоймаңыздар. Тойдан бір күн алдын болғаны дұрыс болады. Егер де құдалықты енді көп жағдайда кездесіп жатады, той күніне күндіз болады, құдалық кешке үлкен той болады. Ал бұндай жағдайда құдаларыңыз күндізгі құдалықтан шаршап, кешкі тойда шаршап отырады. Барынша осы қағидаларды дұрыс қолданайық. 7-ші қадам шоу-программа және сценарий. Тамадамен алғаш рет кездескен кезде шоу-программаны толықтай белгілеп аласыздар. Сосын барып шоу-программаны ескерте кетейін, егер де тамада мықты болатын болса, аз шоу-программа қолданады, бірақ та шоу-программаның саны сол кезде тойда сөйленетін тосттың санына және де тосттың ұзақтығына байланысты таңдалады. Ал екінші рет тамадамен кездескен кезде тамада міндетті түрде сізге сценарий алып келу керек. Сценарийда толықтай тойыңыздың қалай өтетіні жазылған, уақытпен регламенттер көрсетілген болады. Енді бұл не үшін керек? Өйткені тойда неше түрлі форс-мажорный жағдайлар болып қалуы мүмкін. Осыны болдырмау үшін. Бұл 7-ші қадам болатын. 8-ші қадам тамақ таңдау. Тойға 10 күн қалған кезде ресторанның администраторы сізге қоңырау шалып, тамақ таңдауға шақырады. Сол кезде барып, барынша дастарханды қатты толтырып жемейтіндей бір тамақ таңдағаныңыз дұрыс болады. Мысал ретінде 3-4 салат, 2 горячий. Кейбір жағдайларда болады, артық қылам деп тыртық қып қоятын жағдайлар бар. Мысал ретінде қойды үйтіп алып шығу, немесе балықты жаңағыдай жандырып алып шығу, ондай тамақтардың қажеті жоқ. Өйткені той біткен кезде өздеріңізді білетін шығарсыздар, көп адам сарқытты толтырып алып кетеді. Бұл ысырапшылыққа жол бермек дегенім. 9-ші қадам торт таңдау. Торт таңдалған кезде адам басына 150 граммнан есептелінеді. Ресторанға барған кезде ресторан әкімшілігі сізге өздері бір торт ұсынуы мүмкін. Егер де сол тортты алуға болады, бірақ та сол торттың дәмін көргеннен кейін барып. Өйткені олар ұсынып жатқан торттың дәмі сізге немесе сіздің қонақтарыңызға ұнамай қалуы мүмкін. Сырт жақтан егер де басқа бір кондитерден торт заказ беретін болсаңыз, онда ол кісілермен, кондитерлармен тойханаға жеткізуімен бірге келісіп алыңыздар. Ал енді соңғы қадам ол тізім жазу. Тойда негізі 2 тізім болады. Егер де үйлену той болатын болса, онда 3 тізім. Бірінші тізім ол қонақтар қай жерде отырады. Екінші тізім тосттың тізімі, үшіншісі беташардың тізімі. Бұның бәрін алдын ала компьютермен жазып дайындағандарыңыз дұрыс болады. Себебі егер де мысалы қолмен жазып беретін болсаңыз, мысалы асабаға қолына ұстатсаңыз, асаба адамдардың аты жөнін оқыған кезде сіздің почеркіңізді түсінбей бір адамның атын дұрыс оқымай қалса, онда қонақтардың бәрі асаба тамада сауатсыз екен деп ренжіп қалуы мүмкін. Сондықтан да осындай мәселелер орын алмасын деген ниетпенен мен айтып жатырмын. Ал кейбір қонақтарымыз тағы да сұрап жатады, қонақтардың тізімнің реттілігін білмейді. Кімге нешінші болып тост беру керек? Негіз әдетте ең бірінші болып әулет үлкендері сөйлейді, сосын нағашылар, ескі нағашылар, түп нағашылар бәрі осы жерде сөйлейді. Сосын барып ескі құдалар, жаңа құдалар, ағайындар, ата-аналардың достары, коллектив, баланың достары, тағы да ең соңында кішкентай балаларға сөз беруге болады.
Қымбатты көрермендер, бұл кеңестердің бәрін сіздерге өз пайдасын алып келеді деген ойдамын. Сіздермен бірге жүргізуші Нұрсұлтан Алқабұлы. Егер де қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, қоңырау шалыңыздар, жазыңыздар, барлықтарыңызға тегін кеңес беруге дайынмын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Тойларыңыз сәтті өтсін, қазақтың тойы бітпесін.